Рахман-рахим. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін бізде $20 $20,000 деген сонымен қатар Уақиға сүресін оқу процесінің бүгін бізде 3-ші күні. Бүгін бізде қонақта жыл патологы 2025 номинациясының иегері, сұлу адам номинациясының иегері, сонымен қатар патологтың үстінде аяғын шығарып отыратын біздің ағам, группаласым, өмірлік жол көрсетуші бауырымыз, ұстазымыз Қари Юсуф ағамыз. Еще бүгін ораза деп қойсаңыз. Иә, қош келдіңіз. Сізге үлкен рахмет, Алла разы болсын. Біздің осы кішігірім жобамызға, кішігірім бастамамызға қолдау беріп жатқан. Жалпы біздің проект осы Құранға, сонымен қатар пайғамбар саллаллаху алейхи хадисіне амал ету мақсатында түсіріліп жатыр. То есть мен күніге осы Уақиға сүресін оқып, сонымен қатар оның оқудағы мақсаты қандай, оның хикметі қандай, не үшін біз оны оқимыз, егер де біз байлыққа жететін болсақ, соны оқып қана керек па деген сияқты мәселені толыққанды ашу үшін осы жасап жатқан жайымыз бар. Енді осы жолда аға өзіңіз енді Құран қазір медреседе директорсыз, сонымен қатар қариларды дайындайтын, Аллаху акбар. Құран жолында қызмет етіп жүрген жан ретінде осы бір Құран туралы, Құранға амал ету туралы бір өзіңіздің кішігірім ойыңызды айтып кетсеңіз. Ассалаумағалейкум. Рахматуллахи ва баракату. Жалпы Құран жаттау, Құран оқу деген кезде біздерде көп адамдардың нелері бар, қателіктері бар дейміз ба, жоқ ағаттықтары ма. Олар ойлайды, мынандай қазір біздің қоғам не өкетті мынандай, не дейміз, потребительский қоғам дейміз ба. Яғни тек нәтижеге не қылған, мақсат қойылған, нәтижесі жоқ болса, ол как будто бір белгілі бір уақытта бір нәтиже жетпесе бос іс сияқты көрсетеді. Бірақ Құранмен ондай отношение болмау керек негізі. Адамдардың көбісі бағанай сұрақ қоятын маған сол да, өз былай Құран жаттауға түсіп, былай Құран оқып үйренуге түстім, бірақ ұзақ уақыт бойы Құранға түсе алмай жүрмін, немесе ұзақ уақыт бойы Құранды жаттай алмай жүрмін деген сияқты. Ар соңында энергиялары бітіп, еш қарағысы келмей қалады ше. Біреулер айтады, 2 жыл болды, әлі Құранға түсе алмай жүрмін. Тағы біреулер айтады, 4 жыл, 5 жыл болды, әлі бір параны бітіре алмай жүрмін деген сияқты сөздер ғой. Иә. Сонымен ол кісілерге айтатын ғой үнемі. Хайрук-ман та'алламал Құр'ана ва алламаху деген атақты хадисіміз бар ғой. Сендердің араларындағы ең жақсыларын Құранды үйреніп үйреткендерің деген. Осы хадиске қарасақ, ешқандай нәтиже туралы әңгіме болып жатқан жоқ қой. Сендер процессе болсаңдар болды деп тұр да. Сосын ең бірінші қоятын мақсатымыз бір Құранды бірнеше уақытқа түсу, бірнеше уақытта жетіске жету, бірдеңке емес. Ең бірінші мақсат Құранды жаттап отқанда, Құран оқудан мақсат бағандай хадисте айтқандай, сендердің Аллахтың алдындағы ең жақсыларың деп тұр ғой ше. Мақсат Аллахтың алдындағы ең жақсы болу керек та. Яғни біздер көбінесе ұмытып қоямыз да осы не үшін жаттап отқанымызды, не үшін үйреніп отқанымызды ше. Яғни сіз процесте болсаңыз болды, уже Аллахтың алдындағы ең жақсы адамсыз. Ең жақсы адамсыз. Яғни бүгін бір бет оқыдыңыз, бір бет жаттадыңыз, бір аят жаттадыңыз, бір аяттың қазақшасын оқыдыңыз, немесе бағандай сіз айтқандай Уақиға сүресін оқыдыңыз, жаттадыңыз. Уже Аллахтың алдында ең жақсы адамсыз ғой. Бүгін. Ертең сол нәрсені қайталадыңыз, тағы да ертеңдей жақсы адамсыз да, иншалла. Сол себепті осы Құранмен деген отношение осылай болу керек деп ойлаймын да. Яғни әрбір жаттаған, оқыған амалымызда мақсат Аллахтың алдында ең жақсы адам болу. Түсіндіре алдым ба ойды? Әдемі. Бұл мен жеке өзімнің ойым. Жоқ, айтып отырмын ғой, патологтың астына 2 аяғын шығарып жататын кісі. Субханалла. Алла разы болсын. Так, енді әдемі айтылды. Құран оқығандағы негізгі мақсат сол Аллаға жақындау, Алламен байланыс деген сияқты. Мен өзіме енді Құран жаттап қойсам да, былай қатты әсер еткен бір керемет оқиға бар да. Саудия мемлекетінде, Араб елінде болған оқиға. Бір әйел кісі болған оқиға. Әйел кісі күйеуі дүниеден өтіп кетеді, жесір қалады. Қызы екеуі 9-10 жасар қыз. Сонымен қызын айтқан керемет сөз да.
қызым, адамдар өмірде әр нәрседе бір жетістікке жетуге тырысып жатыр. Әр нәрседе ең жақсы болуға тырысып жатыр. Кел екеуміз күніге Аллахтың алдындағы ең жақсы адам болайық дейді да, соған тырысайық. Сол кезде қызы қалай дейді да, осы хадис айтқан екен да жаңағы. Сендердің Аллахтың алдындағы ең жақсыларын Құранды үйреткендер. Кел қызым, мен саған үйретейін. Құранды. Иә, сіз менен үйреніңіз. Үйрету арқылы мен ең жақсы адам болайын. Үйрену арқылы сіз ең жақсы адам болыңыз. Аллаху акбар. Осылайша бірімізге Аллахтың алдындағы ең жақсы адам болуға көмектесейік деп. Сонымен екеуі Құран жаттап бастаған ғой. Иә. Күніге қызы сағат 9-да 10-да тапсырады екен Құран. Анасы тексеріп алады. Келесі бетті үйретеді. Оған қатысты болған дегенде кішігірім түсіндірме, кішігірім тәпсірлерді оқиды. Осылайша уақыт өтеді. Қызға бір жақсы салихалы жігіт сөз айттырады ғой. Сөз айттырып, сөз салып, бағандегі тұрмысқа шығады. Сонда ғана қыздың керемет амалы ғой. Бірінші күні жылайды. Отбасына? Иә. Жігіт айтады да, не болды? Сізді ренжітіп қойдым ба? Жоқ, әлде менен разы емессіз ба? Егер разы болсаңыз, осы жерін тоқтатайық. Отбасылық өмірді полностью тоқтатайық дей ма? Иә. Жоқ, әңгіме сізде емес дейді қыз. Әңгіме анамда дейді. Анам күніге Аллахтың алдындағы ең жақсы адам болуға тырысатын әдеті бар еді. Жақсы амалы. Сол ертең тоқтап қалатын болды. Ертең Аллахтың алдында ең жақсы адамдардың қатарынан боламай қалатын болды ғой деп өкініп тұрмын дейді да. Субханалла. Сонымен бағанда айтқандай, оған сөз салған жігіт те салихалы жігіт екен. Бұл нәрсе шешу оңай ғой дейді да. Сөйтіп бағандегі қыздың анасының үйінің қасынан пәтер алып, ертесіне қыз әдеттегідей сағат 9 мен 10-ның арасында Құран тапсыруға келеді ғой. Анасына ма? Иә. Аллах. Қайтадан. Осылайша тағы 4-5 жыл дегенде Құранды бітірдік дейді. Фатиха сүресінен бастап оқып, Нас сүресіне дейін бір отырғанда оқып бітірдік. Альхамдулилля. Сонымен анамыз екеуміз қатты қуанып, енді үлкен қуаныш қой. Дастархан жайып бір көңіл көтердік. Сонымен ертесіне анамды зиярат етуге келсем, анам дүниеден өтіп кетті дейді. Алла. Сонда қызының керемет сөзі да. Аллахи дейді, мен анамның Аллахтың алдындағы бір күн болса да ең жақсы адам болмай өмір сүрмегендігіне куәгерлік етемін дейді. Аллаху акбар. Яғни әрбір күні мақсаты Аллахтың алдындағы ең жақсы адам болу еді. Ол әрбір күні Аллах тағаланың алдында ең жақсы адам болуға тырысып өмір сүр дейді. Субханалла. Яғни Құран жаттаудағы мақсаттар осындай болу керек та. Сонда бәндейіне нәтиже, бірнеше уақыттың ішінде біту, Құранға неге тез түсе алмай жатырмын деген сияқты бір қиыншылықтар болмайды. Яғни ондай қиыншылықтар болмайды да адамда. Біздерде бәндей өзімізге бір мақсат қойып қойғанбыз, сол мақсатқа дер уақытысында жете алмағаннан қиналып қалады екенбіз негізі. Мен осындай бір кеңес айтатын едім негізі. Құран жаттаймын, Құран үйренемін, Құранменен қарым-қатынасты істегім келеді дейтін адамдарға. Әдемі. Сіз өзіңіз қанша уақытта жаттап бітірдіңіз өзіңіз Құранды? Құранды енді толық жаттаған 1 жыл 5 айдың ішінде бітірдім. Толық қанды ма? Иә. Яғни Құранды мен жаттаймын, соңына дейін барам деп ниет еткен күннен бастап есептесек. Енді ол медреседе отырып, осындай ниетпен солай бастаған кезде осындай 1 жыл 5 ай. Ал егер де баған дегендей мешітте бастаған кездерді айтатын болсақ, енді ол 3 жыл 4 жылға созылады ғой. Аллаху акбар. Бағандегі инна атайна кәл каусар деп бағандегі жаттаған, немесе алғашқы Құран жаттаған кезде бағандегі ат-тахият дұғаларын жаттаған кезде мен бір сүре жаттап болдым деп жүрген ғой. Олардың бәрін қоссақ енді 4 жылға созылып кетеді. Бұрын бізде де бір мынандай әзіл болған. Нұрораққа бір Авоку дейтін институт бар ғой, военныйды оқытатын. Сол жақтан бітіріп Нұрораққа бір бала түскен оқуға. Сөйтіп ол парады мен сүренің айырмашылығын білмейді да. 6 сүре жаттап алған ғой. Ықылас, Фалақ, Нас, Кәусар, жаңағы нелерді. Экзамен алып жатқан кезде қайдан келдің деген ұстаздар. Авокудан келдім деген ұстаздың бәрі қуанып кеткен. Ой, машалла, офицер бізде оқиын деп жатыр. Қанша парасы білесің десе, 6 пара білемін деген ғой. Ай, машалла, онда кофтан былай қарап оқыш десе, үндемейді дейді. Жақсы, мүлік сүресін оқыш десе, үндемейді. Ол не сен точно пара білесің. Может, сүре шығар десе, иә, сүре деп айтады дейді. Сол сияқты. Жалпы айтыңызшы, қазір енді біршама шәкірттер тәрбиелеп жатырсыз Құран жолында, осы Алла жолында. Қалай екен жалпы?
Құранға қызмет етіп жүрген қандай чувство болады? Біз енді әйтеуір күніге оқысақ оқыдық Құранды. Шәкірт дайындап жатқан жоқпыз, бірақ сіз сияқты болғым келеді да менде. Кейде армандаймын осы Юсуп аға сияқты боламын өскенде деп ше. Өскенде деп па? Потому что шәкірт дайындап осындай жолда қызмет еткім келеді да, бір сондай бір бөлісіп берсек, сондай жолда немесе сол сондай жолда бөлісіп берсек, сосын қандай нелер бар, мысалы егер бізді көріп отқан көзқарақты көрермендерден бір кішігірім может сол медресеге қарай бір көмек болсын, бір нәрсе керек болуы мүмкін, осы Құран жолында қызмет ету, не обязательно ұстаз бен шәкірт дайындау арқылы, может бір нәрсе істеп беру, өз мамандар келіп деген сияқты сондайлар болса айтып отырсаңыз болады аға. Жалпы мен өзімді бір онда бір үлкен ұстазым деп санамаймын ше. Мен ұстаз деп айтқандарға да ұстаз емес, просто Юсуп мырза десеңіз деп айтамын да. Паталог қой, мырза дегеннің өзі ой ба? Ол ұстаз деген көп нәрсеге уже сізге бір шекара қойып тастайды, иә? Шекара қояды, одан кейін баған дегендей не дейміз, тағы да бір көп нәрсені талап етеді ғой. Мен өзімді әлі үйренушімін деп айтып, әлі студентпін деп есептеймін. Сол себептен шәкірттермен қарым-қатынас қылған кезде де ұстаз сияқты бисмилля деп тұрып сабақ бастамаймын ше. Балдармен отырып былай әңгіме қылу арқылы тәрбиелеуге тырысамын. Өзім методым солай. Балдармен бүйтіп сол кезде өздері де ашылады дегендей ғой. Сосын енді қазір қызық уақыт қой. Біздің медресе өз Құран жаттайтын медресе, ол жерде тек Құранмен айналысамыз. Тәжвид, сосын фиқтан кішкене бағандағы намаздарында қате кетпесін, дәретте қай нәрсенің дұрыс емес екендігін білсін дегенде фиқ өтеміз. Құранды қате оқып қойса сәжде істемесін деп па? Иә. Немесе дәретсіз намазға шығып, соңында сақса жесін жасап жүрмесін дегенде ғой. Оны істағы olmadı. Дәретін жоғат кешіресіздер деп. Оқып болғаннан кейін. Иә. Сол кішігірім былай қатты терең түрде емес, фиқты жеңіл өтеміз. Негізгі бағандай бағыт Құран жаттату ғой енді. Ол жерде бір әркім өзінің жұмысын білсе деп ойлаймын ше, жеткілікті. Мысалы бізде Құранды күніге қабылдайтын ұстаз бар, ескі беттерді қабылдайтын ұстаз бар дегендей ше. Әркім тек өзінің тірлігімен айналысса, ешқандай проблема болмайды ше. Негізі біздердегі проблеманың бәрі ғой, қатты білімді болып кетеміз да, мынанда жұмыспен айналысып кетеміз. Соның өзі білінеді ғой. Дұрыс жүріп тұрған жүйенің өзі білінеді ше. Сол біздегі ұстаздарға да, шәкірттерге де айтатыным сол да, әркімнің өзінің рөлі бар. Сонымен айналыссын, ана келесі адамның рөлімен айналыспасын дегендей ше. Сол шәкірттерге де айтатыным сол да, әдетте мынандай да, басқа бір ұстаз келіп бір насихат айтқан кезде, ана өзінің жаттау методтарын айтқан кезде, ана шәкірттер бар ғой, ана Құран жаттап жүрген. Ананы қолданса бір тез жаттап кететін сияқты бір түйіліп тұрады ше. Өкініп кетемін андай. Мәссаған мынаны қолданып береді дегендей ғой бір. Сөйтіп сол келетін ұстаздарға да айтамын да, ана жаттау жүйесі туралы ештеңе айтпасаңыз. Өтініш. Өтініш. Мына жерде жүйе қойылған. Осымен кетіп барады бір қалыпта. Өз кезінде біздерде көп уақыт жоғалтқанбыз негізі. Ана ұстаздың айтқанын істейміз, мына айтқанын істейміз, ана медреседе дұрыс жаттай дегендей. Бірнеше медресе көргенбіз ғой. Қандай бір жаттап жатасың да, мысалы мен де Түркияда болдым 3 айға. Сол кезде бір қари келеді, бір бетті 1000 рет қайталамасаң қари емессің. 1000 рет қайталап жатсаң, негізі бір бетті 200 рет қайталап, кейін қайталасаң болады. Давай. Жоқ, бетон болу керек, деп жүрдік қой солай. Сол негізі енді Құран жаттап жатқан кісілерге, Құран жаттағысы келіп жатқан кісілерге, Құран жаттап жүрген кісілерге айтатын насихат ол бір ұстазбенен болу. Бір ұстазбенен соңына дейін болу. Ана ұстаз ауыстырған сайын сіздің жүйеңіз ауысады, ұстаздың методтары ауысады. Сіз уақыт жоғалтасыз ше. Осыдан басқа. Уақыт жоғалтасыз, сосын уақыт өте келе өзіңіздің баған дегенде бір талпынысыңыз да тоқтап қалады да. Сол себептен бір ұстазбенен ол мейлі, ол фиқ білмей ақ қойсын, ол бір керемет араб тілінде білмей ақ қойсын, ол бірақ жаттатуды білсе, сіз содан жаттап жатсыз, сол нәрсені алсаңыз жеткілікті ғой. Аллаху акбар. Біраз мәселені бүйтіп шығып өттіңіз, себебі қазір адамдар андай да, мысалы бір адамды тек бір нәрсесін алу үшін бармайды. Бір адамнан біраз нәрсе күтеді. Мысалы барды ма, арабша судай болу керек. Фиқ, усул фиқ, мақасид шариға айырып тұру керек. Сақалы бар, дини накачанный, жаңағыдай полный идеал болу керек та. Сол кезде ғана ұстаз деп айтамын. Әркім ұстаз ғой былай қарап. Ол қате пікір негізі. Әркім өзінің бір мамандығында ұстаз, әркім өзінің кішігірім жетістігі бар. Сол жетістігімен
иншалла бағаланады ғой негізі. әдемі. Алла разы болсын аға. Негізі кешірім сұраймын, мына бізде уақыт неден де біз өзіміз бір келісіп қойғанбыз осы аралықта уақытқа түсірсек деп. Бірақ сізбен осылай сұхбаттасып әңгіме айтқанға уақыт та жетпейді. Оны бір кадрмен ютубтың бір сериясына ғана сыйдыра алмаймыз әрине. Бірақ соңғы бір немен айтып, оймен айтып тоқтасақ. Жалпы мана видеоның басында айтып өткендей, біздің мақсатымыз негізі сол Құранға амал ету, хадиске амал ету. Себебі бұл нәрсе уже тексерілген ғой. Хадис 1400 жыл бойы келе жатқан система, әлі тексерілген. Соған амал етсең озасың өмірде. Соны не только ғана оқып, мысалы қазір Бұхари мен Муслим деген сияқты күтіп сетта деген хадистерді оқу мақсатында мен көп байқаймын. Тек жаңағыдай текетірес мәселелер не ғана қолдап қалған жоқ. Ол өмір ғой мысалы. Өмірде амал етіп. Енді біздің көрермендерге осы хадиске, Құранға амал етуге шақыратын бір мәселелер немесе қалай амал етсек болады? Амал еткенде не ұтады? Осы туралы бір мәселеде бір өзіңіздің қысқаша ойыңызды айтып кетсеңіз, сонымен Алла разы болсын деп. Каталог сіздің аяғыңыздан жармаса бүйтіп тұрайық. Бір кішкентай сөзбенен түйіндеп өтетін емес, бір үлкен ой сұрадыңыз ғой сіз. Да, оны бір ана баяғыда апайлар болатын еді ғой, білесіз ба? Тақтаға шығарып, мына бір есепті шығар деп. Содан енді формула жаса дейді ғой. Сондай болды. Баяғыда сөйтетін мектепке математика тақтаға шығарып қояды да. Осыны істе, өзің басың қатып тұрса, енді осыдан формула шығарсайшы дейді. Сол сияқты болып тұр ғой. Қысқаша бір жақсы айтып беріңіз, ойыңыз ғой. Сіздің ойыңыз керек бізге. Жалпы анандай ғой. Адамдардың мен танитын, мен көріп жүрген адамдар дейінші. Алла. Солай дұрысырақ болатын шығар. Олардың бір қателіктері, бір істі кейінге қалдыру. Бір хадисті біз негізі бәріміз қарасақ кәдімгі шетімізден негізі ғалымбыз ғой. Бірталай хадиспен бірталай аятты білеміз. Конечно. Әрқайсымыздың басымызда толып жатыр ғой шіркін. Бірақ ол ақпараттардың бәрі кітап күйінде жазылған күйінде қалып қойды ғой, өкінішке орай өмірімізге практикаға енбей жатыр. Ислам деген ол практика ғой негізі. Иә. Практика. Сол бір кішкентай бір амал істесеңіз де негізі өмірде сол Аллахтың алдына барғанда бір ақталатын бір амал болу керек қой деп ойлаймын да. Аллахым, білмеймін енді қалған, бірақ мынаны точно сенің разылығың үшін істедім. Бір амал болса да, бір амал болса да. Үңгірдегі 3 жігіттің оқиғасы бар ғой, білесіз ғой. Алла үшін айтып, осы амалды сен үшін жасасам ескашы дейтін. Сол секілді. Тура солай. Сол бір амал болса да. Сол себепті біздерде бәрін біліп алып, сосын барып мынандай жасайым, сосын барып бүйтем кейін деп қалдыра береді ғой. Маңызды емес. Аллах тағаланың алдындағы амалдар үлкен кіші емес, ықыласпенен өзі есептелінеді ғой. Алланың алдындағы нәрсе ықыласпен есептеледі. Иә, ол айтпасам Аллах тағала өзі берген бағандегі возможностьтан өзі былай бізді әртүрлі топтарға бөліп отса, бір әділетсіз сияқты ғой қарасаңыз. Конечно. Мысалы өзі берді қабілетті, біреуге жаттай алмайтын қабілет берді, біреуге керемет гений. Енді екеуі әу бастан дұрыс емес болып тұр ғой несі? Финиште да, андай стартта. Бірақ Аллах тағала екеуінің ықыласын сұрайды ғой негізі. Ықыластан да. Сол себепті кішкентай бір амал болса да әйтеуір ықыласпен істенсе жеткілікті ғой. Аллах тағаланың алдына барған кезде, я Раб, мынандай бір кішкентай амалым бар. Осыны тек қана өзің разылығың үшін істедім дейді. Яғни күніге бір бет Құранды оқып қоясыз ба, қазақшасын ба, орысшасын ба, арабшасын ба, маңызды емес. Немесе бір хадисті оқып қойып, мынау пайғамбарға деген құрметім дегенде бір хадис оқып қоясыз ба. Сол бір кішкентай бір амал болса, әрдайым мына Аллахтың разылығы үшін деген. То есть оны сен және Раббың ғана білетін, басқа ешкім білмейді. Біреуге айтпаған. Мысалы мынандай бар ғой. Мен Құдай ризашылығы үшін кеше ғана бір 500 мың садақа бердім, субханалла деп тұрады. Ондай емес, тек сен және Раббың біледі. Бір Аллахпенен екеуің араңдағы да. Кішкентай үлкен маңызды емес. Әйтеуір әркім өзінің возможностьынан сұралады ғой өзі. Себебі біздің ойымыздағы кішкентай Раббыңның алдында үлкен болуы мүмкін. Біздің елімізде жатқан үлкен Раббың алдында түкке тұрғысы болуы мүмкін. Біздер Аллаху акбар. Біз адамдардың мнениесімен есептеп кеткенбіз ғой, өкінішке орай. Алла разы болсын. Үлкен рахмет. Бүгін бізде қонақта болған Юсуф ағамыз, Алла разы болсын. Рахмет үлкен. Осы кішігірім жобамызды қолдап, қолпаштап деген сияқты. Аллах берекет берсін, бас самаларыңызға. Амин, Аллаху акбар.
ендеше құрметті көрермендер, баршаларыңызға осы кішігірім болса да осы Юсуп ағамыз айтпақшы, алла жолында, алла ризашылығы үшін бір амал жасасаңыздар да ықыласпен жасап, содан кейін я Аллахым осы амалды мен сенің ризашылығыңды жасадым, қабыл ете көр деп дұға айтып жіберсек бола ма? Әрине. Болды онда. Аллах тағала сіздеріңізге берекет берсін. Әмин, әмин, алла разы болсын. Әмин. Блиц айтпақшы, мен ұмытып кеттім, субханалла, жаңа еске түсіріп. Негізгі біздің мақсат жаңа $20 20 мың доллар дедік қой. Әрине басты мақсат Құранға қызмет. Сонымен қатар Құранға амал ету, хадиске амал ету. Бірақ адамдар қазір сондай материалды бірдеңе көрсетпесең, тоже сенбейді да. Бірақ мен Құдай қаласа осы жобаға қарай жайлап келе жатырмыз, материалға қарай. $20 20 мың долларға деген. То есть байлық. Мен үшін байлықтың ұғымы мысалы әуелі денсаулық, кейін намаз. 5 уақыт 5 намаздың қаза болмауы да. Себебі мысалы ойлаңызшы, бір адам таңертең тұрады, таң намазы қаза болған күні қалай өтеді да оның. Жаңа бір Жарқын Мырзатай ағамыздың бір күшті сұрағы бар алдында Меккеде жүрген кезде. Бір кісіге қойғанда сұрақты бүйтеді да. Сен таң намазын өткізе алғың дейді да. Екіншісінде миллион теңгеңді жоғалтып алдың. Қайсысы саған көбірек ішіңе ашиды дейді ғой. Шыныңды айтшы дейді да. Шыныңды айтшы дейді ғой. Ана айтады, миллион жоғалтып алғанмын көрдің ба дейді да. Намаз бірінші тұру керек қой сенде. Сол сияқты енді өзіңіз айтыңызшы, байлық деген не ол сіз үшін? Қалай түсінесіз байлық дегенді? Сіз айтып салдыңыз ғой деп па? Жоқ, ол біздікі әшейін андай ойлар ғой. Сіздікі қандай? Патолог кісілер қалай ойлайды байлық дегенді? Маған қызық мысалы. Ана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисі бар ғой. Бір көз көрмейтін кісі келіп сұрайды да, я Расулулла, мен үшін бір дұға тілеңізші дейді ғой, көзім жазылсын. Пайғамбар сабыр қыл, сыйы жәннат дейді ғой. Сабыр қыл, жәннат саған. Ол кісі айтады да, я Расулулла, мен сабыр қылар едім ау, бірақ та маған былай көмектесіп жетектеп жүретін, қажеттілігімді өтейтін ешкім жоқ дейді да. Ешкім жоқ. Ондай болса жақсылап дәрет алып 2 рәкат намаз оқы дейді ғой, ықыласпен. Сөйтіп дұға тіле дейді ғой. Осы хадиске қарасақ, біз үнемі бұл хадисті, атақты хадис көз. Ана дәрет бабында немесе қажет намазды соған қолданамыз ғой немесе. Немесе ана сабыр, басқа келген сабырға, осыған ғана қолданамыз. Сабыр қыл, ар жақ қарай сыйы жәннат қой дегендей. Осындай нәрсеге қолданамыз. Мен айтар едім да. Мен айтам да өзім. Мен де осы хадисті ескеннен кейін жақсылап дәрет алып, ана сондай бір өзім дәретіне өзім күмәнданып, ғұсылдың үстіне ғұсыл алып дегендей ғой. Сөйтіп тұрып, ықыласпен, тахаджудте, қажет намазында бәрін оқып көрдік, сұрап жатырық. Бірақ енді көзім жазылып кетіп жатқан жоқ қой, енді ана хадистегі дейді. Сөйтіп соны бір күні ойлап отырсам, ана хадисте басында кеп тұр ғой ана кісі. Сен сабыр қыл, ары қарай жәннат деп тұр ғой. Ол кісі айтып жатыр ғой, маған көмектесетін, қызмет ететін ешкім жоқ қой деп ше. Ешкім жоқ қой деп ше. Сосын барып пайғамбар айтты, онда 2 рәкат намаз оқы деп ше, жақсылап дәрет ал. Сен оның бағандегі дұғасын қабыл шарты бар екен да, оның ешкім жоқ екен да көмектесетін. Қасындағы ешқандай бауыры ешкім жоқ екен да. Алладан басқа ма? Соған мен айтам да, мен ең үлкен байлығым сол бауырларым ғой деймін да. Шіркін. Өздеріңіз ғой. Осы бауырларым, бағандегі араласып жүрген бауырларым, достарым. Бауырларым деп бізді көріп жүрші бізді. Мен сізге айтайын. Менің ойымдағы байлық сол. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Мынау бар ғой айтайын. Суши Филадельфия от мынау. Алла разы болсын. Так, осымен болды деймін. Себебі қараңыз аға, мен өзім қуанам, то что сіздің нөміріңіз менде WhatsApp-та бар. Машалла. Мен патолог кісілердің нөмірі менде болғанын айтайын. Андай ғой кезінде біздің пахандар қайрат нұртас араласады деген сияқты мақтаныш болды сол кезде. Сол сияқты сіздің нөміріңіздің өзі біздің телефонда болуы, субханалла. Алла разы болсын. Мен де қуаныштымын. Сіздер секілді жандармен өздеріңізден бауыр болған Құдайға рахмет. Негізі Құрманғазы ұстазымыз да Құдай қаласа қонақ келеді, сол ұстазымыздың ризық кітабында жазады да, негізі ризық ол сенің жан жағындағы бірінші иманыңның өзі ризық дейді да. Елде мына Қазақстанда тұрдың ба, аман есен біраз нәрсе жасап, оның өзі ризық та. Бәрі ризық қарап отырсаң. Просто біз андай негатив көреміз ғой жан жақтан. Мынау істемей жатыр, мынау болмай жатыр. Менде машина жоқ қой деп, бірақ денсаулығың күшті да, оған мән бермейсің да. Жоқ нәрсеге мән беріп жүресің де депрессияға ұстап.
үлкен рахмет. Байлық дегеннің негізгі үлкен ұғымын өте керемет жасап бердіңіз. Сізге Алла разы болсын. Әмин. Ол менің түсінігім ғой. Мен тар түсінігім деймін ба. Өздеріңізге де сонымен қатар Құран жолында да осы ілім жолын оқыған елге жерге қызмет ететін бауырлармен бірге бір жерде бір қызмет жасауымыз нәсіп етсін иншалла әрдайым. Алла разы болсын. Сізден де Алла разы болсын Айеке. Істеріңізге берекет берсін. Болды Әділ. Әділ мырза тоқтатыңыз. Енді өзіміз шай ішейік деп па.